бір үйдің ерке, әдемі қызы болыпты. 3 ұлдан кейін көрген қызғалдағын әкесі де, шешесі де мәпелеп өсірген. Аузынан шыққан әрбір сөзін жерге түсірмей қағып, әп-сәтте орындайды екен. Отағасы ауылдың завхозы, ал әйелі есепші болып жұмыс істейді. Екеуі де ауылдың сыйлысы, әрі мақтанышы болған. 40-тан асқан шағында көрген қызды олар қаншайымдай тәрбиелеуге тырысты. Қытайдың жібек көйлегін жазда кигізіп, әдемі пальтоларын қыста киген қызын аяғын жерге тигізбей өсірген. Уақыт тоқтаған ба? Зымырап өтіп жатады. Ұлдарын үйлендіріп, жалғыз қызы Мәскеуге оқуға түседі. Күндердің бірінде сол қызынан телеграм арқылы хат келеді. «Мама, мен корей жігітін сүйіп қалдым. Аяғым ауыр. Үйленемін» дейді. «Әкешіме қалай айтарымды білмеймін» деп жазылған. Қолдары қалтырап оқыған ана байғұстың қолынан бір жапырақ қағаз түсіп кете жаздады. Ол кезде басқа ұлтқа күйеуге шықты деген қара күйе бетіне жағылды дегенмен тең еді. Жалғыз қызының масқаралығын күйеуіне айта алмай, кешке дейін дәрі ішіп, ақыры түн жарымында қан қысымы көтеріліп, анасы ауруханада көз жұмады. Сүйген жарынан айырылған отағасы қатты қайғырады. Мәскеудегі қызына «Тез жет, анаңнан айырылдық» деп телеграмма жібереді. Қыздың ішіндегі баласы 5 айдан асып, іші кәдімгідей білініп қалған еді. Қыз не істерін білмей дал болады да, жігітімен бірге баруды ұйғарады. Жерлеу рәсіміне келген, бет-аузы ісіп кеткен ерке қызды көрген ауылдағылар «Қайтсын, байғұс анасына қайғырған ғой» дейді. Жарықтық бұрынғы кемпірлер әулие ғой. Ортадағы біреуі «Шынтағымның ауырып тұрғаны несі? Мына жерде қайсың буасың?» деп шайдың үстінде қатқыл даусымен жақтырмай қызға қарайды. Ауыл қатындары селт ете түседі. Ертесіне әңгіме гуілдеп, ауылды шарлап кетеді. Соңында өсек әке құлағына да жетеді. 3 күнге келген қыз бұл кезде шабананын жинап, жолға дайындалып жатқан еді. Қақарлы әке «Қызым, елдің айтып жатқаны рас па?» деді. Қыз үндемей басын шұлғыды. «Ай қарабет, анаңның түбіне жеткен сен екенсің ғой. Шіріген жұмыртқа неме? Қазақтан еркек таппадың ба? Теріс батамды бердім саған» деп 2 қолын төбеге қойып қарғайды. Бұл кезде 3 ұл да есіктің сыртында тістеніп тұрған еді. «Ешқайда бармайсың» деді әке қақарына мініп. 1 аптадан соң кәріс жігіт Мәскеуден қайын атасының алдынан өтуге келді. Ағайынды үшеу қарындасымен кездестірмеуге бел буады да, пойыздан түскеннен аямай ұрып соғады. Жігіт те бір бетке екен. Аудандық ауруханада апталап жатады. Милициялар сұрағанымен кімнің ұрғанын айтпайды. Тағы келеді, оңбай тағы тепкінің астында қалады. Қызды ағалары қарауылдап отырады. Жеңгелері қайын сіңлісінің мұңды жанарын көріп, қатты аяйды. Бұл кезде еркеліктің дымы да қалмаған. Бал бұлжанған жүзі солғын тартып, жағы суалып кеткен. Оны тану мүмкін емес еді. Сүйгеніне жете алмай жүрген қыз іш құса болады. Бір күні жеңгелерінің біреуі «Еркем, жігітің кешке жүретін пойызбен қашайық деп отыр. Бүгін ағаң қалаға кетті. Әкең болса, көрші ауылдағы ағайынның асында. Жинал, көп болса мен алайын жазаңды» дейді кемсеңдеп жылап.
Бұл кезде қыс келіп, далада қалың қар түскенді. Жеңгесі қаладан келген ағайынның көлігіне отырғызды да, қайын сіңлісін артыңа қарама еркем деп маңдайынан сүйді. Біріне бірі асыққан қос ғашық вокзалда кездесті. Түнгі 12-де жүретін пойызды күтуде. Бір кезде пойыздың гүрілдеген даусы вокзалдың ішін жаңғыртты. Екеуі алып ұшып шыққаны сол еді. Перронда бұларды іздеп жүрген 3 ағайындыны көреді. Әзірейілді көргендей қашқан қос ғашық қорыққандарынан пойызға қарай жүгірді. Қар борап, жел ұйтқып тұрған кез еді. Желдің күшіме, әлде пойыздың пәрменінен бе, Құдайдың пешенелеріне жазғаны сол болар. Кім білсін? Қас қағым сәтте қос ғашық пойыздың астына түсіп, бұл өмірмен мәңгілікке қоштасты. Ал қыздың ішіндегі бала ше, дейміз біз әрең сөйлеп. Ой, оны сол ауылдағы кемпірлер айта алмай, айы күні жақындап қалған еді. Бұл жарықты көре алмай кетті-ау деп жылай берді. Сонысына қарағанда жаман болған тәрізді, деді әжем көз жасын бет орамалымен сүртіп. Бұдан түйетін түйін, әкенің қарғысы еш уақытта жібермейді. Олар қарғамайды, қарғаса қарғысы оңдырмайды, деп бітірді әңгімесін әжем. Әңгіме ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алда әсерлі әңгімелеріміз көп болады. Менімен бірге болыңыздар.